Qanat o'zi bir аңғал etdi. Jay o'tirganda birдеңені айтып күлкізіп айтады, bir күлдіріп oladi. Өзі сондай бір адал еді, шыншылды жақсы көреді. Кәкен туралы айтатын болсақ, көрсе сондай ақ көңіл, ақсатый кісі болатын. Өтірікті жаны сенбейтін азамат еді ол кісі. Өтірік айтты, сенесің істемедім деп айт дейді еңбекте. Сол 45 жыл еңбегінің арқасында Шайзат Кәкенің екеуі өмір сүріп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырды. Қазір балалардың барлықтары көбісі темір жолда еңбек атқарып жатыр, әкесінің жолын қуып. Енді бұл кісінің немере шөбере көріп өмірден озды. Мен не деп айтамыз ағамызға? Енді еңбек жолын айтатын болса, ол кісіге барған ағадыр көлемінде барған жететін темір жолсы жоқ деп айтуға да болады, өтірік емес. Сонау Совет заманында бұл кісі әлгі миллион километр безаварийный работа дейді. Ол төсбелгінің өзі бар ғой, былай алып қарасаңыз, қазіргі мынау бізге еңбек ерлеріне беріп жатқан әлгі құрметті темір жолшы атағымен пара-пара еді сол заманда. Өзінің қаржылығы еңбегінің арқасында ешкімге бой бермей, енді сондай биіктен көтерді. Енді бұл кісі нағыз әлгі не деп айтады енді қазақша, жіліктің майын шағып, жілікті шағып майын ішкен азамат нағыз темір жолдың тарланы. Әзілден де бар, қалжыңнан да бар, білім жағы болсын болсын, қай әңгімеде, қай сала сөйлесе де, спорт десең де, және де жұмыста болсын, қай жағында да болсын, адамды өзінің не тартып алып айтқан сөздерімен анықтап, нақтап, барлығын тура қай әңгімені бастаса, соны жалғастырып, тура жаңағы әңгімені кино көрсететін адамдардың барлығына. Сондай өзі білімді, сондай ақылды адам болды. Ал оның ішіне оған қосымша мына өзі тараптыларды көрсе, әлі өзі нағашысынан дейді ғой, бұл кісі нағашы тараптыларды